Бұл жәндіктер таракандар, мынау тараканның балалары. Бір таракан 30-40 жұмыртқа қалдырады. Мынау соның балалары. Мынандай жерге капсуласын осы жерге қалдырады, содан жұмыртқа шығады. Мына жердің бәрі таракан болды. Жаңа алып жатқан кезде бұның бәрі жан-жаққа артына қашып кетті. Міне мынау да тараканның баласы қашып жүр. Енді бұны осылай дәрілей саламыз. Бәрін қимылдатамыз. Өйткені таракандар болсын артында өмір сүреді. Біз мынау көріп жатқанымыз ол жай жүргендері, случайно шығып қалғандар. Ал нағыз өмірлері оның артында, мына шкафтың артында көбейеді. Холодильник артында көбейеді. Мыналардың арттарында көбейеді. Жылжиды. Кейбір кухнялар бар, қимылдамайтын. Сондайлармен проблема болады. Даже мында микроволновканың астына да ішіне де кіреді таракандар. Қазір осының бәрін қимылдатып дәрілейміз. Тағы да біреуіз кетіп баратыр. Өте көп болған. Мына қара ұсақтың бәрі солардың жұмыртқалары. Таракандардың. Шкафтың артында көбейеді. Таракандарға осындай майлы болса болды. Оларға тамақ, особо тамақ керек емес. Осындай майлар асхананың артына төгіледі ғой. Шашырайды, соны жеп, сонымен өмір сүре береді оларға. Жеке тамақ жасаудың қажеті жоқ. Бәрін қимылдату керекпіз. Жеке-жеке қимылдайды екен, не? Арты деген екші. Осылай артында өмір сүреді таракандар. Көп адамдар дәрілегенде осының бетін ғана дәрілейді. Сіз бетіне шыққанда олар міне осылай артында көбейеді. Әрбір таракан 30-40 жұмыртқа қалдырады. Негізі квартирадан квартираға не арқылы жүреді мынау? Канализация арқылы келеді ғой. Трубалар бір квартирадан бір квартираға өтеді ғой, солай. Таракан жүр. Үлкені. Осы көбінесе осы мойканың астында жүреді. Тамақ жеп, яғни су ішіп, содан кейін көршінің үйіне барып келіп, осы екі ортада жүреді бар. Бастапқы кезде әйеліне бір квартирада өмір сүреді. Көбейіп, барлық жерге көбейіп, жұмыртқа толтырғаннан кейін, жұмыртқаны үсті-үстіне сала бермейді ғой. Жаңадан орын іздейді. Сонда мынау ары қарай көршіге кетеді. Өзіңіз түрлі-түрлі дәрілер шаша бастағанда, олар басқа бөлмеңізге өтеді. Кухняны қойып, басқа бөлмеге көбейеді. Мына жерден шыға берген күні жауып қойғандары ғой. Жауып қойса құтылатындай. Ашайық, бұл осында қатып тұр екен. Сүйек қолдайын. Осы ішіне кіріп алған, не жерден шыға берген соң мен жауып қойған ғой. Ол жапсаң ар жағы ашық, сол жақпен өмір сүреді. Сол жапқан соң екі жағында жауып қойса, сол жерде қатып өліседі. Өзі жоқ болып кетті. Мынаның арасына кіріп кетті. Мынау кухняның төбесі. Кухняның арты толған таракан. Ойбай, не жерге кішкене дәрі шашқаннан бәрі жауырып. Анау артындағысы, мына таракан қайда кетіп қалды? Үлгеремей қалдым. Артындағысы капсуласы.
арасында жанның бәріне толып алған ғой. Астың бәрі таракан. Шкаптың артының бәрі таракан. Дәріні құйғаннан кейін шығады. Негізі олар бүйтіп жүрмейді. Анау төбесіне шығып кеткен ғой. Мына дәрі құйғаннан кейін бәрі осылай жүгіріп жүріп өлетін. Потолыққа дейін шығып кеткен. Мынау жын артындағысы капсуласы. Соның ішінде жұмыртқасы бар. Ішіне қарай қашып жатыр енді. Осылай жайлап өледі өздері. Астынан да шығып жатыр. Жаны да толып жатыр, значит, таракан. Сұйықтық өзі ары қарай кіреді, сонымен олар соған дәріге түсіп өледі. Дәрі тигеннен кейін осылар жан жақтарына шығып жатыр, сыртқа шығып жатыр бәрі дәріден кейін. Бұлар түнде ғана жорыққа шығады, күндіз осылай тығылып жатады. Қандаға да солай, тараканда солай. Жалпы жәндіктің бәрі сондай ғой. Вентиляционканың ішіне кіріп жатыр. Өліп қалыпты. Балалары. Астында да бар. Олардың арттарында өмір сүреді. Артынан да шығып жатыр. Жабысып тұрған қазір. Қалай жабысып жатыр. Құлады. Бәқсті өледі енді. Тағы біреу құлап жатыр. Потолыққа барып айналып қалған жатыр. Мынау қалайын деп жатыр. Мынау мына жерде құлады. Мынау балдар бірінші келген кезде тигендер. Қинаған өлтіре салайық. Құдай өзі кешірсін.
Сұйық кіргеннен кейін бұлар шығып жатыр. Артынан құлап жатыр. Артынан шығып, астынан құлап жатыр. Астында әріміз. Қазықтың бәрі мына жақта екен. От жақтарында. Біреу өсті өріп жатыр тағы да. Так. Ағаш пен стенаның арасына кіріп алған. Біреу қуып жатыр, қайға келерін білмей, төбеден шығады. Бұл анау қап-қара. Бұл аталығы. Или жаңа капсуласын жоғалтып алғаны ма? Кетті жоғарға өрмелеп. Доқ. Ана өрөз анда ілініп тұр. Дәрілеп жатқанда бұлар осы жаққа қашады. Егер ашық тұр, неге қашып кетпеске, е? Осы тазақта да білеміз. Арасына кіреді бар. Есіктің жаны бар. Қиыншыға кіреді дейтін. Табанның астына кіреді.